Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге өте жұмсақ, үлпілдеп тұратын және де ортасы бос болып қалмайтын, өз формасын кез келген жағдайда ұстап тұратын бауырсақ пісіретін боламыз. Рецепт сізге ұнайды деген сенімдемін. Бізге керекті заттар: сүт, су, жұмыртқа, сары май, ашытқы, ұн, тұз бен қант және қуыруға арналған өсімдік майы. Ең алдымен ыдысқа ыстық суды құйып, үстіне қант салып, аздап ертіп аламыз. Содан соң үстіне жылы сүт құямыз. Біздің дайындаған сұйықтығымыз ыстық немесе суық болмауы керек. Жылы болғанда ғана ашытқыны салуға болады. Мен тірі ашытқыны қолдандым. Сіздер құрғақ ашытқыны қолдансаңыздар да болады. Ашытқыны салып болған соң 2-3 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Міне, біздің ашытқымыз көтерілді. Енді үстіне тұз бен жұмыртқаны салып, араластырып аламыз. Содан соң дайын болған сұйықтықтың үстіне ұн саламыз. Ұнды аз-аздан салып араластырып тұрамыз. Қамыр қою бола бастағанда, аздап ғана еріген сары майды салып, қамыр илейміз. Сары май қатты ерімеген болуы керек. Мен қамыр илеп жатқанда 1,5 килограмм ұн қолдандым. Және де айта кететін жағдай, қамырды барынша жұмсақтау етіп илеуге тырысыңыз. Қамырды илеп болған соң, бетін жауып 20-30 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Біздің қамырымыз тез көтерілді. Енді тағы бір рет илеп, бетін жауып 10-15 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Сол уақыт аралығында мен пергамент қағаздарды 4 бұрышты етіп кесіп алдым. Енді қамырымызды 4 бөлікке бөліп жаямыз. Жайғанда 1 см қалыңдықта болуы керек. Егер жұқа етіп жайсаңыз, бауырсақтың арасы шарик сияқты бос болып қалады. 4 бөлікті қамырдың әр қайсысынан 7-8 бөлік дөңгелек қамыр бөліп аламыз. Дөңгелек қамырларды пергамент қағазға салып, бетін жауып 10 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Содан соң майды қыздырамыз. Осы кезде ескеретін жағдай: егер май қатты қызып кетсе, бауырсақтың арасы піспей қалады. Сондықтан плитаны немесе газды орташа градусқа қойып пісіреміз. Видеода бауырсақтар тез пісіп жатқан сияқты көрінеді, бірақ олай емес. Монтаж кезінде видео тездетілген. Осыған да мән беріп қараңыз. Содан соң дөңгелек қамырларды майға салып жатқанда, барынша қолмен ұстамауға тырысыңыз. Сонда бауырсақ дөңгелек, міні жоқ болып піседі. Піскен ыстық бауырсақтарды бір-бірінің үстіне қоймаңыз. Себебі езіліп формасын жоғалтады. Әбден суып болған соң ғана қоюға болады. Менде осындай тіл үйіретін, жып-жұмсақ, арасы бос, кеңістік болып қалмайтын бауырсақтар пісті. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Рецепт ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Және де менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.